Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Q-Leaf арнасы. Бүгінгі видеомда сіз білмеген экзотикалық жемістердің екінші бөлімін назарларыңызға ұсынбақпын. Ал сіздер лайк басуды ұмытпаңыздар. Лоло. Бұл жеміс наранхелло немесе лоло деп аталады. Сырты апельсинге, ал іші жасыл қызанаққа ұқсайды. Ал жемістің дәмі болса цитрустың дәміне ие. Ол Колумбия мен Эквадорда кеңінен таралған. Жамболан. Жамболаны Үндістанда тоқпастар жасауда пайдаланады екен. Бір қызығы, бұл жемісті тұзбен жейді, ал медицинада болса кеңінен қолданады екен. Аки. Бұл жеміс Ямайкада өседі. Кариб тағамдарын осы жемістен дайындалған дәмдеуіштерсіз пісірмейді екен. Нан ағашы. Тынық мұхиты аралдарында ғана өсетін бұл жемісті пісіріп те, қуырып та, шикілей де жей береді. Бұл жемістің крахмалы бар, ал иісі жаңа піскен нанның иісі сияқты. Зизифус. Бұл жеміс Үндістанда, Қытайда, Азияда өседі. Жұмсағы ақ, қаттылау, шырынды, қышқылдау, жабайы алма секілді. Пісіп кеткен зизифус өте жұмсақ, борпылдақ болады екен. Канистел. Канистелді негізі жұмыртқа жемісі деп атайды. Себебі бұл жемісті пайдаланып, сүтті коктейль, балмұздақ, тәтті кремдер әзірлейді екен. Пухала. Бұл ерекше жеміс Микронезияда өседі. Оның жапырағын тәтті тағамдарды пісіруде, дәмдеуіш ретінде пайдаланады, ал майы мен гүлін емдік мақсатта қолданады. Қара сапота. Бұл жемістің дәмін татып көрген адам бірден дәмі шоколадты пудингке ұқсайды дейді. Қара сапотада апельсин құрамындағы С витамині 4 есе көп. Құрманың бір түрі болып есептелінетін жеміс көбінесе Мексикада, Гватемалада, Колумбияда өседі екен. Акеби. Акеби Жапонияның солтүстігінде өсетін әдемі жеміс. Оның жұмсағы ақ, қара дәнектері көп, ал оның күлгін түсті қабығын көкөніс ретінде пайдаланады екен. Ашиот. Бұл жемістің өзі желінбейді, ал дәнегі мен жұмсағын жеуге болады. Сонымен қатар оны тағамға түс беру үшін дәмдеуіш ретінде қолданады екен. Мінеке достар, видеомызда соңына жетіп қалды. Біздің арнамызға тіркеліп, көп лайктар басып, және де жақсы комментариялар жазған әрбір көрерменге шын жүректен рахметімді айтқым келеді. Және де сіздерге әрдайым ұнайтын жақсы видеоларды көптеп шығаруға тырысамын. Сіздермен бірге болған Q-Leaf арнасы. Кездескенше сау саламат болыңыздар.